Сәлем достар, біз бүгін командалық жолда интернет жылдамдығын анықтауды үйренеміз. Интернет жылдамдығын анықтаудың бірнеше тәсілдері бар. Мысалға, көбіміз ноутбуктағы интернеттің жылдамдығын анықтаған кезде speedtest.net сияқты сайттарды қолданамыз. Ал Linux қолданушылары Conky сияқты виджеттерді және көптеген тағы басқа бағдарламаларды қолданады. Шын айту керек, кейде серверімізде интернет қуатын кездер болады. Ондайда қателер амалдық жүйеден бе, әлде провайдерден бе анықтағанын айта алмайсың және есептей алмайсың, себебі сервердің графикасы болмайды. Ол қажет емес. Осы бейнесабақта мен сіздерге браузерді ашпай, виджеттерді орнатпай, интернет жылдамдығын анықтаудың оңай тәсілін үйретемін. Сізге бар болғаны speedtest командасын орындау қажет болады. Speedtest командасын орындау үшін бізге екі пакет орнату қажет, ол Python pip және speedtest слайд. Ең алдымен командалық жолда біз супер қолданушының рөлін аламыз. Одан кейін командалық жолда Python пакеттерін орнатуға және басқаруға арналған Python pip құралын орнатамыз. Ол үшін біз aptitude install бізге ұсынылған пакеттермен келісеміз. Орнатылу басталды. Әрі қарай Python pip арқылы speedtest слайды орнатамыз. Ол үшін біз pip install слайд. Осы екі пакеттің орнатылуы аяқталған соң, сіз интернет жылдамдықты бар болғаны бір командамен командалық жолда тексере аласыз. Ол үшін біз speedtest байқағанымыздай, командалық жолда сіз өзіңіздің интернеттің туралы ақпаратты, оған қоса провайдерлерін және IP мекен-жайыңызды көре аласыз. Егер қажеттілік туындаса, жаңағы speedtest скриптінің сілтемесін сіздерге беремін, сіз оны қалауыңызша өзгертіп, басқа да қосымша мәліметтерді алуыңызға болады. Назар қойып тыңдағаныңыз үшін рахмет. Сау саламатта болыңыздар.